Талақ. Күн ұзаққа Айдарбектің үйі ұрыспен болды. Ерлі-байлы екеуі бірін-бірі іліп қағып, бірінің тілін бір алмай, әлі жеткені өз шалу жолын қарастырып отырған секілді. Бұрын бұндай ұрыс болмағанда, аяқ жағы таяққа тіреліп, Зейнептің етіне көбіне таңба түсіп қалатын. Зейнеп оны сезсе де, сүйекке біткен қырсықтық еркін алып, бір табанға шейін бас имейтін. Ұрыстарының көбі болмашы нәрседен шығатындықтан, Зейнептің сөзі Айдарбекке кей кездерде үстіп келіп, төбелессіз де жарасып кетсе беруші еді. Бүгінгі ұрыстары зілдірек. Айдарбек ертеден бері тамақта ішкен жоқ. Кикілжіңнің кіргеніне бір жеті болып қалған. Содан бері бір-біріне дұрыс жауап бермей жатқанда, Айдарбек іргеге Зейнеп от жаққа қарап жатады. Есіктің алдына тоқымды төсеп жіберіп, Айдарбек талдан керіп тор тоқуға кірісті. Зейнеп үлкен бөлмедегі пешке арқасын сүйеп, ұршық иірді. Әке-шешесі ұрысқа кіргелі бойын жазып ойнай алмай, Күләмзада жүдеуге айналып еді. Бүгін үйінің ішінде өзгеше жандану, қозғалыс, іскерлік көрінген соң, біраздан бері терезенің түбінде жинаулы тұрған қуыршағын алып, жаулығын жамылдырып, киіндіруге айналды. Қуыршаққа жамылдырған жаулық Күләмзаға ұнап кетті. Өзінің шеберлігіне, ептілігіне қуанып, қуыршаққа кішкене қарап отырды да, «Әже, әже» деп Зейнептің ұршық жүгіртіп отырған қолына жабысты. Зейнеп қарамады. Неге қарамаған Күләмза сезеді. Бұрын қуыршақ істегенде ел ішінде атаққа шыққан көк ауыз келіннің жаулығының модасы деп, Күләмзаның қуыршағын Зейнептің өзі талай жамылдырып берген. Енді бүгін Зейнепсіз-ақ қуыршағын өзі жөндеп алған соң, қуанышын әжесіне айтпай Күләмза төзе алатын болмады. Бірақ әке-шешесінің арасындағы салқындықты сезе жүргендіктен, бір рет айтқанына назар салмаған соң, қуыршағын қайта көрсетудің тиіс еместігін біле алмай, Күләмза даң болды. Әйтсе де, тағы бір айтып көрейін дегендей, «Әже, әже» деп жабыса бергенде, Зейнептің ұршық ерген қолына қақтығып қалды. «Таста әрі қуғатын, қатын болмай қалармын деп қорқасын ба?» деп Зейнеп қуыршақты лақтырып жіберді. Көк ауыз қатынның модасымен оралған жаулық жерге ұшып түсті. Күні бойы істеген еңбегі зая болғанға, Күләмза ызаланып жылап, Зейнептің оң жақ тізесіне жармаса жатып еді. «Әрі қуғатын, тіпті ертпедің ғой» деп Зейнеп тағы итеріп тастады. Күләмза даусын шығарып жылауға кірісті. Зейнепті ұрып ашуын тарқатуға шынында да Айдарбек сылтау таба алмай отыр еді. Енді мына баланың жылағаны өзінше толық сылтау. Сондықтан түпкі ойын жарыққа шығару мақсатымен Зейнепке байланыспақшы болды. Жұмысын тоқтатып, орнынан қозғалып қойды. Делек танау делдейді. Екі көзі құтырған сиырдың көзіндей боп адырайды. Қозғалған сайын ашуға тығылып, булығып барып, «Неге жылатасың? Жылатпа баланы» деді. Тоқып отырған қорабын тоқтатты. Қабағын бұрынғыдан гөрі қыжитыңқырап, екі көзін Зейнеп отырған пешке қадап, тістеніп тұра ұмтылуға оңтайланған адам құсап отырды. Бұл сияқты жекіргенге Зейнеп сөзсіз жауап қайырады деп ойлады. Егер жауабы зілділеу шықса, 2-3 ауыз сөзбен істі бітіріп тұра жүндемек болды. Зейнепке Айдарбектің даусының қай түрі болса да мәлім болғандықтан, ұруға ыңғайланғанын сезіп, ол үндемеске тырысты. Зейнептің қулығына Айдарбек те таныс. Ұрмаса ашу тарқамайды. Сондықтан қайтсе де ұрмай қоймаймын деген оймен сөзді қайта бастады.
ит, қолыңа ұстаған жалғыз қарғаң, қасқыр құсап қабисың да отырасың деді. Зейнеп шыдай алмады. Көптенгі ашу кек бәрі келіп қабаттасып, еріксіз сөйлейтін болды. Тым зілді қып шығарса, сөзсіз таяқ жейді. Таяқ жеймін деп үндемей қалса, жеңілгендік білінеді. Бұрын соңды таяқтан қорқып тілін тартпау үйреншікті әдет секілденіп кеткен. Сондықтан Зейнепке ендігі лайықтысы сөзге сөз қайыру еді. Зырқыраған ұршық жүнді созып, үлгіртпей үзіліп жерге түсті. Қағылез ерні қалтыранып, пішіні сұрланып, үзілген жіпті жалғап жатып, жаның ашымай-ақ қойсын деді. Енді кімнің жаны ашиды? Иттен жаралған шошқаның сөзін қарашы. Бірдеме айтса, арсылдап беттен қауып алу. Бетіңнен алып не дедім? Ұрсам өз балам. Менде ешкімнің жұмысы жоқ. Әдемі қатыныңның балаларын ұрғызбай өсіресің. Айдарбектің күткені дәл осы сөз еді. Енді кідірудің жөні жоқ. Есік жақта тұрған қайың таяқты ала бөлменің есігіне келіп те қалды. Не дейсің ей? Есік жақта отырған Айдарбектің даусы кенет жанынан шыққанда Зейнеп селк етіп кеткендей болды. Бір тықырдың таяғанын біліп, бетіне жалт қарады да, жүнін созып ұршығын иіре берді. Ашумен ызғарланып қалшылдап келсе де, Зейнептің қорыққан пішінін айып менде-ақ болсын, ғафу ет деген тәрізді төмен қарап мұңаюы Айдарбектің ұруын жөнсіздікке шығаратын секілденді. Әйтсе де бір ұрмай көңіл көншімейтін болғандықтан құшырланып түйілген жұдырықпен желкеге қойып келіп қалды. Текшелеп ораған ақ жаулық Күләмзаның қуыршағы секілденіп ұшты. Ойбай-ай, не жаздым деп Зейнеп ышқынып жылап жіберді. Атаңа нәлет, деді Айдарбек. Бойды кернеген ашу айтуға сөз таптырмады. Қарсыласпаған қатынды ұра берудің тағы жөні жоқ. Атаңа нәлет, сен не қылмадың? Қараңды батыр, кет. Менен саған талақ, деді. Құдай, не жаздым құдай деп Зейнеп өкіріп жылауға кірісті. Күләмза әжелеп келіп алдына тығылды. Күләмзаны бауырына басып, жылаған күйі бүкшиіп Зейнеп жатып алды. Бұрынғыдан гөрі ашуы тарқап, күн кеш болуға айналған соң, шашылған талын жиып, мал қарауға Айдарбек тысқа шықпақшы болды. Ұзақты күнге тамақ ішпеген адам қарны да ашайын деді. Төргі бөлмеге бір-екі рет келсе де, Зейнепке тұр деп айтуға бата алмады. Бұрын Зейнеп айыпты секілді көрінсе де, таяқ жеген соң айыптан тазарып тұрмаймын деп айтуға да еркі бар секілді көрінді. Үндемей тысқа шығып, малын суарып, қоралауға кірісті. Екі көзі Земелкенің мұржасында. Бұрын қанша таяқ жесе де, мезгілімен тамағын істеу Зейнептің әдеті еді. Айдарбек ұрғанда да сол көп ұрудың бірі ғой деп ұрып еді. Күн батып, қас қарайғанша Зейнептің қозғалғаны көрінбеген соң, далада тұра беруді қол көрмей, Айдарбек үйге кірді. Қыраулы терезе, кештің қараңғылығына қосаметкей болып, үйдің ішінде еш нәрсе көрінбестік еді. Жалғасы келесі бөлімде. Канал ұнаса лайк басып пікір жаза отырыңыздар.